Қазақстан ауыл шаруашылығын дамытуға ауыз толтырып айтарлықтай үлкен жетістіктерге жеткен ел деп әзірге айту қиын. Дегенмен, бұл аталмыш сала бойынша әлемдік орталықтардың біріне айналу мүмкіндігіне ие мемлекет. Біріншіден, географиялық орналасу жағынан қолайлы және территориясы үлкен. Екіншіден, заманауи технологиялар жетілуде. Осы орайда күрт континенталды климат пен топырақ құнарлылығының төмендеуі сынды кемшіліктерді жоюға болады. Инновациялық технологиялар отандық ауыл шаруашылығы секторын дамытуға көмектесетін керемет мүмкіндік. Тек оны тиімді пайдалана алсақ, алға қойған мақсаттар да орындалады. Яғни ауыл шаруашылық өнімдері артып, азық-түлік қауіпсіздігі төмендейді. Қазіргі ауыл шаруашылығы жоғарғы технологиялы сала. Шаруаларды жер жағдайы немесе ауа райы емес, инновациялық амал тәсілдер табысқа жеткізеді. Заманауи ғылымға сүйенбесе, ауыл шаруашылығы жай тоқырауға емес, құрдымға кетеді. Агро ғылымды дамыту үшін шаралар қабылдау қажет. Не просто стагнировать, а ухудшаться. Қазақстанда технологияларын ауыл шаруашылығына енгізу шараларының басталғанына біраз уақыт болды. Осыдан 25 жыл бұрын еліміз тамшылап суару технологияларын көріп таң қалды. Сосын дән мен топырақтың сапасын арттыруға көмектесетін отандық биологтардың жаңалықтарына тамсанды. Қазіргі уақытта фермерлер жер асты суару технологиясын ұтымды пайдалануда. Сонымен қатар өндірісті автоматтандыру мүмкіндіктерін зерттеуді тоқтатпай, ауыл шаруашылығы дрондарына қызығушылық танытуда. Жергілікті IT жүйенің көмегімен фермадағы жұмысты цифрландыруға талпынатын шаруалар да бар. Системе уже больше 7 сезонов обкатано. Бұл жүйенің енгізілгеніне 7 жыл болды. Шамамен 1 миллион гектар алаңды осы IT жүйе қадағалап отыр. 90-нан астам клиентіміз бар. Әр күз сайын дәстүрлі түрде өткізілетін көрмеге серіктестер табу, тұтынушылармен кездесу, жаңа мүмкіндіктер ашу үшін келеміз. Яғни алдағы маусымға дайындық жұмыстары дәл осы шарадан басталады. Необходимо думать, начинать о следующем сезоне. 10 жылдан астам уақыттан бері күз мезгілінде отандық фермерлер Астанада өтетін аймақтағы ең ірі ауыл шаруашылық көрмесі аясында бас қосады. Пікір алмасып, қазақстандық және әлемдік үздік инновациялық жаңалықтармен бөліседі. Мы сегодня на выставке предлагаем наш продукт разработать. Біз бүгінгі көрмеде қазақстандық өнімді ұсынып отырмыз. Бұл бір терезе әдіс арқылы бүкіл бизнес үрдістерді бақылауға көмектесетін онлайн жүйе. Өсімдік өсіретін мамандарға технологиялық карта дайындауға, техниканы, химияны, дәндердің сапасын тексеруге, шаруалардың еңбек ақысын, өнім көлемін есептеуге мүмкіндік беретін құрылғы. Оған қоса, біздің жүйе арқылы егістік алқабын тиімді пайдалануға болады. Кроме того, с помощью нашей системы можно проводить полевое обследование и контролировать за вегетацией всходов. Выставка дает очень многое для развития самой отрасли. Аталмыш көрме саланың дамуына көп мүмкіндіктер ашады. Осы орайда ауыл шаруашылығындағы өзекті мәселелерге тоқталып өтсек, біріншіден кадр жетіспеушілігі байқалады. Өйткені жастар бұл секторға аса қызығушылық танытпайды. Ал біз көрмеде аграрлық саланың болашағы әлеуеті туралы айтамыз. Көз тартар стендтермен безендіреміз. Заманауи техникамызды көрсетеміз. Әр түрлі қызықты байқаулар ұйымдастырамыз. Әрине, қазіргі фермерлерді осыдан 30 жыл бұрын болған мамандармен салыстыра алмаймыз. Өйткені бүгінгі таңда озық технологиялар енгізілген. Үйіңде отырып ақ, бір ғана смартфонның көмегімен егістік алқабындағы жұмысты басқаруға мүмкіндік бар. Яғни, салаға қатысты барлық инновацияларды біздің фермерлеріміз ұтымды пайдалануда. Происходит в этой отрасли, мы транслируем в первую очередь. Ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығын зерттеу ісінің барлық сатысын қамтитын агротехнология хабына айналдыру керек екенін мемлекет басшысы атап өтті. Қазіргі таңда отандық ауыл шаруашылық саласында заманауи технологияларды енгізу арқылы өндіріс тиімділігін және өнім сапасын арттыру жұмыстары кешенді түрде жүргізілуде. Мамандардың болжамына сүйенсек, Қазақстанның аталмыш сектордағы және технологиялар көлемі 2026 жылы 100 миллиард теңгеден асып түседі. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы саласы Қазақстанның экономикасын дамытуға мүмкіндік беретін салалардың бірі дейді сарапшылар.